Тағы өздеріңізге қайырлы таң, қымбатты көрермен. Біз жалғастырамыз. Қазір кезекті әріптесіміз кино шолуға дайындалып тұрған екен. Дайындалып тұр, яғни Жандос Құсайыновқа береміз сөз кезегін. Қайырлы таң, Жандос. Қайырлы таң. Кино әлемінде қандай қызықтар болып жатыр екен? Өзіңізден естейікші. Енді кино дегенде Қубас домалайды демекші, қазір енді бүкіл әлем. Жандос. Кино дегенде қалай? Қубас, бұл киноға айтылмаған ғой, тойға қатысты. Сондай ма? Иә. Қайдан білейін, мен енді мынау түйенің танығаны кино деппін ғой, жапырақ демекші, өзім киноны жақсы көргеннен кейін бүкіл мақал-мәтел киноға келіп жақсы, онда жалғастырайық. Рахмет. 2019 жылы елбасымыздың алғашқы жұмыс күні, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қолын қойып мөрлеп берген кино туралы заң өз құзыретін бастады. Осы заңның аясында ұлттық кино категориясына жататын патриоттық, өмірлік, тәрбиелік мәні бар фильмдерді қаржыландыру, прокаттау секілді бірқатар маңызды істер атқарылатын болады. Яғни, мемлекет пен жекеменшік киностудиялардың арасында копродукция дейсіз бе, әлде интеграция дейсіз бе, әйтеуір осындай бір әріптестік орнайды деген сөз. Елімізде жылына 250-ге жуық фильм, сериал, телебағдарлама өндіретін 40-қа жуық жеке студия бар десек, демек осы компаниялар заң аясында құрылғалы жатқан кино қорға сценарийін сайлап, екі алақанын ысқылап, сақадай сай отыру деуге болады. Қоржындағы қаржының қай бөлігі қайда барады, кімге неше дейтін математикалық есеп жобаның ауқымына, мақсатына байланысты белгілене бередіміз. Сондай-ақ елімізге жыл сайын кіріп жатқан 300-ге тарта шетелдік фильмдер енді қазақ тіліне дубляждалады, немесе кадр сыртындағы мәтінмен алмастырылады, тіпті болмаса субтитр қойылады. Отандық фильмдерді шетелде прокаттау, сату секілді сауда мәселесі де толықтай қолға алынады. Заң талабы осы. Бәріміздің көкейіміздегі сұрақ, бұл заң қазақ киносына тағы не береді? Әзірге нақты кесіп айту қиын, бірақ осы уақытқа дейін заңсыз күнелтіп келген отандық кино индустрияның алған бағыты жаман емес екенін нақты айта аламыз. Мысалы, кинотеатрға баратын киносүйер қауымның қарасы өткен 5 жылдықпен салыстырғанда айтарлықтай өсті. Демек, отандық бокс-офистегі қаржының да қарасы молайды деген сөз. Мысалы, өткен жылғы билеттен түскен қаражаттың көлемі 44,5 миллион долларды құраса, алдағы жыл бұл көрсеткіш бұдан да асып түседі деп күтілуде. Айтпақшы, орта билеттің құны 1220 теңге екен. Прокаттағы өз өнімдеріміздің пайыздық көрсеткіші 13%-ды құрап отыр. Бұл алдағы жылдар тіпті өсуі мүмкін. Былтыр 35-40 фильм түсірілсе, 2019 жылы жарық көруге тиіс отандық киноның қарасы 45-50-дің айналасы деп болжанып отыр. Демек, жылдан жылға прогресс айқын байқалады. Алайда бұның екінші жағы бар деп отыр мамандар. Прокатқа шығатын отандық фильмдердің бірлігі халық санына сай болу керек дейді прокат бизнесінің басы қасындағылар. Өйткені фильм тым көбейіп кетсе, оған барушылардың саны әр тараптанып, соңында ешқандай фильм өз-өзін ақтай алмауы мүмкін. Ал өз-өзін ақтай алмаған қандай да бір фильм, қандай да бір компанияның шығынына себеп болады, тіпті банкротқа ұшырауына әкелуі мүмкін дейді. Алайда, тап бүгінгі күні отандық прокатта үштікті бермей тұрған фильмдер өзіміздің киногерлердің қолынан шыққан дүниелер екенін қуана жеткізуге тиіспіз. Демек, көрермен өз өнімдерімізге сенеді, барады, әрі жақсы көре бастады деген сөз. Тамаша. Жандос мырза, бұл енді жақсы ақпарат екен. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз. Біздің прокаттағы фильмдердің ішінде отандық өнімдер 13% құрайды екен, ал қалған 87% енді маған жеткен мәлімет бойынша 80% Голливудтық өнім, 7% ресейлік фильмдер екен қазір болып жатыр. Ол нақты ақпарат па? Бұл енді бізге жеткен министрлік статистиканың мәліметі. Иә. Енді Жандос, қазір кинотеатрға барушылардың саны шын мәнінде көбейді ғой. Өзімізде байқап жүрміз, өзімізде барамыз деген сияқты. Кей кезде осы өзіміздің фильмдерге тіпті билет жетпей қалады, оны да байқаймыз да. Енді мынау ауыл аймақтар дейміз ғой. Аймақтарда қалай болып жатыр бұл мәселе? Сұрағыңыз өте орынды. Мысалы, біздің елімізде қазір 350-ге тарта кино зал бар десек, кинотеатр емес, бұл залдың саны. Онда жаңағы мен айтып өткен бокс-офистің 80%-ы біздің еліміздегі екі бас қала Алматы мен Астанаға тиесілі екен. Яғни қалған өңірлер 20% деген сөз. Енді осы қабылданған заңның аясында мен жалпы өз басымнан бірнеше ұсыныс бергем, сол ұсыныстың ішінде біреу болған. Бұл мына мемлекеттік маңызы бар идеологиялық фильмдер, қазақ тілді фильмдерді еркін көрерменге жеткізу үшін мүмкін мемлекеттің тарапынан бір кинотеатрлар ашылу керек шығар деген секілді. Бірақ осы заңның басы қасындағы кісілер бұл мүмкін емес деді, өйткені мемлекет коммерциямен айналыса алмайды. Сондықтан бұл ойыңыз жақсы, бірақ сәл қоя тұрыңыз дегендей қылды. Идея жақсы, маған да. Сондықтан енді бірақ енді қазір менде мынандай бір болжам бар. Мысалы үшін мына заңның аясында енді қамқорлық көрсетіледі отандық фильмдерге. Сол кезде фильмдер көбейеді. Сөйтеді дегені жаңа мен айтып өткен көрермендердің назары әр тараптанған кезде Алматы, Астана секілді, Қарағанды, Шымкент секілді қалаларда көрермендердің жалпы бәрі барып болады. Таңдау көбейген кезде. Сол кезде мүмкін кино өндірушілер, мүмкін бизнесмендер
басқа да аймақтарды қамту үшін мүмкін өздері шағын жекеменшік аудан орталықтарында, қалаларда кинотеатр салу мүмкін деп ойлаймын. Жоқ, бар ма ондай жекеменшік? Жоқ, қазіргі таңда ондай саусақпен санарлықтай. Мысалы, аймақтарда жоқтың қасы деуге болады. Бірақ бүгінгі осы. Рахмет үлкен мәліметіңізге. Біраз танымды ақпараттармен бөліскен біздің әріптесіміз, режиссер, кино талдаушы Жандос Құсайынов. Сіздерге де рахмет, жақсы кино көрдіңіздер. Иә, рахмет сізге. Біздің студия